Шыңғыс Айтматовтың «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» повесі. Қазақшалаған Шерхан Мұртаза. Охот жағалауын тұтас тұтып жатқан тастай қараңғы суық түнде құрлық пен сулықтың ұзына бойына жайлаған екі зұлмат дүниенің дамылсыз, мәңгі бақи шайқасы толастамаған. Теңіз көшкінін құрлық кескестейді, ал су сұрапылы құрлыққа шабуылдаудан бір тынбайдақ. Теңіз түн-түнекте жартастарға арсылдай соғып, абалай алқынат. Теңіздің соққыларына тойтарыс берген сайын қалжырап, қара тастай қатты жер ухлейді. Күндіз болып, түн болып дүние әлем жаралғалы бері мәңгі бақи күндіз де, түнде де бұл ғаламат шайқас таусылмас. Күндіз де, түнде де. Тағы бір түн ұйыған шақ, теңізге аттанар қасаңдағы түн. Бұл түні ол ұйықтаған жоқ. Ғұмырында тұңғыш рет ұйықтамады. Ғұмырында тұңғыш рет ұйқысы қашты. Тезірек таң атып, тезірек теңізге тартар мезгілді аңсады. Нерпа терісінің үстінде ол сонда теңіз соққысынан жердің болар-болмас діріл қаққанын, қойнауда толқындардың арсылдап, сілесі қата тынымсыз жұлқынғанын сезіп жатты. Түн сырына құлақ түрген бала осылайша ұйқы көрмеді. Бір заманда бәрі де басқаша болатын. Сонау ықылым заманда Лувр үйрек болмаса, дүние мүлде өзгеше жаратылуы мүмкін екені, құрлық пен теңіз арпалыспауы, бір-біріне қарсыласпауы мүмкін екені қазір ешкімнің қаперіне де кіріп шықпайды. Әу баста дүние әлемнің бозала таңында, табиғатта құрлық атаулы тұрмақ, титтей тозаң да жоқ еді ғой. Дүние түгел топан су еді, тек қана су еді. Су болса шыңырау оппа түнектен, түпсіз терең иірімде өзінен өзі пайда болды да, толқынды толқын қуалап, аяғы жоқ, басы жоқ, шегі менен шеті жоқ, күншығысы жоқ, құбыласы жоқ, кеуек әлемнің жан жағына су жайылып кете барды. Осы күнге дейін біздің төбемізден топ-тобымен ұшып жүретін жалпақ тұмсық, қырқылдақ сұр үйрек, кәдімгі сұр үйрек, Лувр үйрек, сол бір заманда жападан жалғыз екенде, тіпті жұмыртқа салатын да мекен таппай сандалған екен. Күллі әлемде судан басқа жұмыртқа салар бір тал шыбық та болмапты ғой. Үйрек байғұс жұмыртқаға толғатып, шыдамы кетіп, жұмыртқалайын десе түпсіз тұңғиықтан қорқып, су үстінде жанталасып, ұшып жүреді. Қайда ұшып бармасын телегей теңіз, шетсіз, шексіз толықсыған топан суы. Күллі әлемде тұяқ тіреп, ұя салар бір қылпық жоқ екеніне көзі жетіп, бейшайра үйрек діңкесі құрайды. Ақыр соңында сұр үйрек суға қонып, төсінің жүнін жұлып, ұя салған екен. Әне, сол ұядан жер пайда бола бастаған. Жер жарықтық бірте-бірте ұлғайып, оның үстінде бірте-бірте жан-жануар, түрлі мақлұқат пайда бола бастапты. Олардың арасынан адамзат артықша шығып, шаңғымен қар үстінде, қайықпен суда жүріп, жүзе алатын амал тауыпты. Аң ұстап, балық аулап, тамағын асырап, үрім бұтағын көбейте беріпті. Байтақ судың ортасында құрлық пайда болысымен жарық дүниенің апшысы қуырылып, қиын күндер туарын сұрша үйрек сонда сезер меді? Қалай жер пайда болды, солай су мен құрлық арасындағы аяусыз арпалыстан адам байғұсында шекесі қызып жүрген жоқ. Адам жерге бауыр басып қалғандықтан теңіз оны ұнатпас. Таң таяп келеді, тағы бір түн өтіп, тағы бір күн толғатып келеді. Сыздықтаған буалдыр алагеуімде, танауынан буы бұрқыраған бұғының салпиған ерні құсап, жағаға соққан теңіздің буырқанған сүлбесі көріне бастады.
теңіз тынысы сезіледі. Теңізбен құрлық түйіскен жиектің өн бойында тұнжыр буалдыр тұман тұнып тұр. Керме кемер кеудесінде керіле түсіп тулаған толқын зікір салады. Бетпақ толқындар бет қаратпай әбден тапталып қатып қалған мұздай құмдауыттың көк өңезденіп жылбысқы басқан үйінді тастардың төсіне аянбай арылдай шапшып, өркештен соң өркештер қыңсылай құлап өшіп бара жатады. Сәл ғана сәтке ақ көбік бұрқ етіп сөніп, әбден иге түскен балдыр шөптің ғана керме киісі қалады. Толқындар кейде жағаға сіре мұздың сынықтарын да лақтырып тастайды. Көктемде шайқалған мұхиттың оларды қай жақтан алып келгені белгісіз. Жағаға лақтырылған қаңғыбас мұздар лезде сыйықсыз, дәрменсіз күйге түседі. Келесі толқындар жағаға асыға жетіп, әлгі мұздарды іліп түсіп, өз құрсағына қайтадан алып қайтады. Түн-түнегі түріліп, таң арайы айқындала береді. Әсте-әсте жер суреті танылып, әсте-әсте теңіз дидары ашыла бастайды. Түнгі желден тынышы кеткен толқындар ақ жалданып әлі де жағаға қарай жүгіргенмен, көз ұшында, түпсіз тереңінде теңіз тарлан сап-сап саябырлап, қорғасындай суық сұр түсті жотасы ауыр шымырлап, әлсін-әлсін жуаси түсті. Осы арада тарғыл төбет қолтығына таман, теңізге көлбеу, сұғынып жатқан қырқалы түбектің үстінде оқшау тұрған бір жартас бар. Алыстан қарағанда ол шынында да теңіз жағалап жүгірген таудай тарғыл итке ұқсайды. Бөксесіне алба-жылба, ала-шарбы аласа орман өскен, жазғы шілдеге дейін басынан қар кетпей, салпан құлақ сияқты ақтаңдақтанып жататын. Күн түспейтін теріскей шатында одан да үлкен ақ қалқысап қар жататын тарғыл төбет жартасы теңіз жақтан да, орман жақтан айдала алыста көрініп тұрады. Міне, осы тарғыл төбет қойнауынан күн бақан бойы көтеріле бере Нив қайығы теңіз бетіне шыққанда. Қайықта 3 ересек бір бала бар. Жас жағынан кенжірек, мығымша келген 2 еркек қос қолдап ескек тартып келеді. Олардың ішіндегі ең қарты ағаш қорқорын бұрқылдатып, қайықтың құйрығында руль басқарып отыр. Қоңырқай жүзін әжім торлаған. Әсіресе мойны сай-сай әжім, жұтқыншағы шодырайып шығып тұрады. Тілім-тілім тыртық басқан күректей, қолдарының буындары да шодырайыңқы. Арықшал сақал шашу бурыл, тіпті ақселеу десе де болады. Қоңырқай жүзінен аппақ қудайғасы көзге ерекше шалынады. Шал қызыл жиек, жасаураған көздерін әдетінше сығырайта қарайды. Бүкіл ғұмыры бойында күн сәулесі шағылысқан су айдынына қараудан әбден сықсиған көз, содан да ол қайықты қойнаумен көзсіз басқарып келе жатқандай көрінер. Ал қайықтың тұмсық жағында ақсақалдың ашуын келтірмейін деп, тыпырши беруден тайсалып, өзін өзі әрең ұстап, 11-12 жастардағы бала шіл балапандай жүрелеп отыр. Бала мәз мейрам, қуанғаннан танауы делдиіп, бетіндегі ұры сепкілдері тарыдай шашырап шыға келді. Бұл шешеге тартқан белгі. Шешесі де қатты қуанса, бетіне өстіп жасырын секпілі шыға келеді. Баланың тынжысы қозатын жөні бар. Бұл сапар оның аңшылық кәсіпке араласуына тұсаукесер ретінде арналып отыр. Содан да Кириск басын жан жаққа шіл құсап қылтыңдатып, төңірекке тойымсыз бір қызықпен көз алмай қарайды. Ғұмырында тұңғыш рет Кириск теңіз айдынына нағыз аңшылармен бірге аң аулауға, ежелгі үлкен қайыққа мініп шыққаны. Бала шіркін қазір орнынан атып тұрып, ескекшілерді асықтырғысы келеді. Теңіз аңдары жатқан екен аралға тезірек жету үшін ескекті өз қолына алып, бар күшін сала ескісі келеді. Бірақ бұл балалығына үлкендер күлуі мүмкін ғой. Осыны ойлап, ол өз сезімін білдірмеуге тырысып бақты. Әйткенмен сезімді жасыру қиын еді.
бақытқа кенеліп отырғаныңды жасыра алмайды екенсің. Қара торы жүзі бал-бұл жанып, алаулап тұрғандай еді. Әсіресе көзін айтсаңшы. Тұла бойын кернеген қуаныш пен мақтаныш сезімін қымтай алмаған баланың бақыт шалықтаған, көзі жарқ-жұрқ етіп жақыттай жайнайды. Алда теңіз, алда аң аулау қызығы күтіп тұр. Орган қарт баланың жай күйін біліп отыр. Сығырайған көзбен ол теңіз бағдарын ғана емес, шыдай алмай ұшып қонып отырған баланың көңіл күйінде байқап келеді. «Әй, балалық, балалық!» деп қарт көзі күлімдей береді де, онысын байқатқысы келмегендей, шала сөнген қорқорын қомағайлана сора түседі. Баланың қылығына іш тартып, жымиғаныңды байқатуға болмайды. Бала қазір олармен бірге ойын үшін келе жатқан жоқ. Осыдан ол үшін теңіз аңшысының өмірі басталмақ. Теңізде басталған кәсіп әйтеуір бір кезде теңізде аяқталмақ. Теңіз аңшысының тағдыры солай. Өйткені одан қиын, одан қауіпті кәсіп жоқ. Сондықтан да адам титтейінен машықтана берген абзал. Бұрынғылар ақыл тәңірден, машық жастан деп бекер айтпаған. Жаман аңшы ағайынға масыл дегенді де бұрынғылар айтып кеткен. Әне, сол себепті де ел қамын жейтін ер болу үшін кәсіпке ерте бастан үйренген жөн. Міне, Керескінің де кезегі келді. Оны шыңдап, шынықтырып, теңізге бойын үйрету керек. Бұл мақсатты Тарғылтөбет тауының баурайында отырған балық әйел руының ауылы түгел біледі. Бүгінгі жорық болашақ аңшы Кереск үшін арналғанын кәрі де, жас та бәрі де біліп отыр. Ежелден келе жатқан ереже бар. Еркек болып туды екенсің, бала жастан теңізге бауыр бас. Теңіз сені тосырқамайтын болсын. Теңіз де саған бойы үйренсін. Әне, содан да бүгін рубасы Орган қарт пен ең таңдаулы екі аңшы, бірі баланың әкесі Әмірайын, бірі немере ағасы Мылгун аталар салған жоралғы жол бойынша үлкендердің кішілер алдындағы парызын өтеп бұл ретте Керескіні қатерлі сапарға алып шыққан. Бала осыдан бастап ақырғы демі таусылғанша сәтті-сәтсіз күндерде де ұдайы теңізбен тағдырлас болмақ. Кереск әлі аузынан ана сүтінің дәмі кетпеген балғын сәби ғой. Одан әлі жөнді аңшы шығар-шықпасы да беймәлім. Бірақ кім білген, мұна ересектер ертең басы жерге жетіп, қауқарсыз қарт болғанда, бәлкім осы Кереск бүкіл руды асырайтын аңшы болар. Ықылым заманнан бері атадан балаға ауысып келе жатқан салт солай. Тіршілік, сонысымен тіршілік. Бірақ бұл жайды айқайлап айтып жатқан ешкім жоқ. Бұл әркімнің ішінде жатқан сыр. Ал бұл сыр айтылса да сирек айтылады. Әне, содан да Тарғылтөбет жағалауында жатқан Балған ауылы Керескінің алғаш теңізге аттанып бара жатқанына аса мән бере қойған жоқ. Әрбірден соң Жамағайын оның ересек аңшылармен бірге жолға шыққанын байқамаған болды. Бұл оқиғаға назар салмаған сияқты көрінді. Баланы жолға тек шешесі шығарып салды. Бірақ ол теңіз сапары туралы ләм деп тіс жарған жоқ. Қойнауға жетпей қоштасты. Баласына әдейі анықтап тұрып, «Бара ғой, орманға бар», деді теңіз жаққа көз салмай, орман жаққа қарап тұрып. «Байқа, шапқан бұталарың құрғақ болсын, орманда адасып кетіп жүрме». Бұл оның Кереск ізін шатастырып, Кинер деп аталатын жын перілерді алдап, баласын бәле жаладан, ібілістен қорғағандағысы еді. Ол өзінің күйеуі жөнінде де ләм деген жоқ. Дәл бір Кереск өз әкесі Әмірайынмен бірге емес,
мүлде бөтен адамдармен бірге кетіп бара жатқандай сыр білдірмеді. Ондағы ойы Эмрайын мен Кириск әкелі балалы адамдар екенін кейінірілер біліп қоймасын дегендегісі. Әкелі балалы адамдардың аңға бірге шыққанын жын перілер ұнатпайды-ақ. Олар әке мен баланың біреуін мерт қылып, біреуін еркі мен күшінен айырып, енді қайтып теңізге, не орманға беттемеске ант ішердей халге жеткізеді. Адамдарға кесапат келтіруді діттеп, залым кенірлер, жын перлер олардың әрбір адымын аңдып, ізін бағып жүреді. Кириск болса кенірлерден қорықпайды, есейіп қалды ғой. Ал шешесі қорқады, баласын ойлап қорқады. Сен әлі кішкентайсың дейді. Сені алдап арбап, мерт қылу оңай дейді. Сөзінің жаны бар. Жын періден қаныпезер бар ма? Жас сәбилерді қаншама мүгедек етпеді дейсің олар. Балаға ауру жапсырып, кем-кетік етіп қояды, аңшы болмасын деп. Ал кем-кетік адам кімге керек? Неге жарайды? Сондықтан жас баланы өсіп жетілгенше жын перінің көзінен таса ұстаған жөн. Ал бұған асығатып, белі бекеген соң ер азаматқа жын шайтан дегенің қорқынышты емес. Күшті адамнан ібілісте сескенеді. Шеше мен бала осылайша қоштасты. Үрей мен бата, тілегін ішіне бүгіп, шешесі үндеместен біраз тұрды. Теңіз жаққа бір қарамай кері қайтты. Өз күйеуін өзі танымаған адамша оны тіпті есіне де алмады. Күні кеше әкесі мен баласының жол жабдығын, 3 күндік жол азығын дайындаса да, қазір түк білмеген бола қалыпты. Баласы үшін шыбын жанын шырылдап тұрғанын білдіргісі келмей, жын перілерге сыр білдірмей, тек іштен тынды шеше байғұс. Шешесі қойнауға жетпей кейін қайтты. Ал баласы болса көзге көрінбейтін жын перілерді адастырған болып, өз ізін өзі шиырлап, шешесін ренжіткісі келмей, оның айтқанын орындап, бұта-бұтаның арасымен бұралаң із тастап, алысқа ұзап кеткен ересек аңшыларды қуып жетпек болып жүгіре жөнелді. Бала оларды лезде қуып жетті. Қару жарақ, азық түлік артынған аңшылар асықпай аяңдап келеді. Ең алдында орган қарт. Оның соңынан еңгезердей түр тұлғасы ерекшеленіп, қаба сақал Эмрайын, ал оның артынан маймақ аяқ, тығыншықтай кеспелтек Малгун жүріп барады. Бәрінің де үстінде иленген теріден тігілген, су өтпейтін суыққа төзімді қара байыр теңіз киімі. Оларға қарағанда Кирискінің үстіндегісі сәнді киім. Шешесі бар өнерін салып, баласының теңіз киімін көптен бері қамдап еді. Сыртқы киімі де, аяғындағы торбасы етігі де оюмен өрнектелген. Теңізге шығып бара жатқанда мұндай сәннің не реті бар? Шешенің аты шешеде. Әй, сенбісің ей? Сен келмейтін шығар. Шешен қолыңнан жетектеп үйге қайтып алып кеткен шығар деп ойлап едік біз. Деп жорта таңғалған болды Малгун, Кириск оларды қуып жеткенде. Үйге қайтқаны қалай? Өлсемде қайтпас едім. Тегі мені... Кириск ызадан тарс кете жаздады. Жә, қалжыңдағанды түсінбейсің бе? Деп тыныштандырды баланы Малгун. Оныңды ғой сен. Теңізде бір-бірімізбен сөйлеспесек, кіммен сөйлесеміз? Мә, онан да мынаны алып жүр. Балаға қолындағы Винчестерді ұстата салды. Бұл ықыласқа бала риза болып қалды. Теңізге олар осылай аттанды. Енді осыдан жолы болып, қайықтары майланып, олжамен оралар күн туса, қайтар жолдың жоралғысы басқаша болмақ. Әне сонда ақ жолтай аңшы баланың құрметіне ұлан асыр той жасалады. Түпсіз,
Шексіз тереңінде күштілер мен көзсіз батырлар ғана аулай алатын балықтары мен аңы бар ұлы теңіздің берекеті жөнінде ән айтылып би-биленеді. Жер бетіне өзінен аңшылар әулеті тараған балық әйелдің құрметіне жыр жырланады. Әне сонда ең ақылды адам бақсы шаман билеушілердің ортасына шығып, шетен сабау сабалаған кеспек барабанның күңгірлеген үніне қосылып, жаңа аңшы, жас аңшы, Кириск жайлы жермен, сумен әңгіме жырын бастайды. Иә, шаман аңшы бала туралы жермен, сумен сөйлесіп, жер мен судан балаға әрдайым рақымды бола көріңдер. Баладан ұлы аңшы шыққай, жерде де, суда да әмәнді жолы болғай, аулаған аңын кәрі мен жасқа, әулет түтініне тең бөліп беретін әділетті аңшы болғай, деп тілейді шаман. Дана шаман да жалбарынып, Кирискінің бала шағасы көп болғай, өлмей жетпей, балық әйелдің үрім бұтағын, жаранын өркендете бергей, деп тілейді. Қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Сенің ыстық құрсағыңда тіршілік. Сенің ыстық құрсағыңнан біз тудық, сенің ыстық құрсағыңдай жәннат жоқ. Қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Аппақ мамаң нерпа балық басындай. Ақ мамаңның сүтін емдім жасымда. Ең ер жүрек еркек саған жетер-ау, құрсағыңа ұрық сеуіп кетер-ау, жер бетінде ұрпақтарың көбейер, қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Ән мен бидің арасында әлгі тойда осындайда өлең айтылады. Сол тойда Кирискіге арналып тағы бір ырым жасалмақ. Алас-құлас билеп жүрген шаман сонда Кирискінің аңшылық тағдырын аспандағы жұлдыздардың біріне аманат етіп тапсырар. Әр аңшының желеп-жебеп жүретін жұлдызы бар. Ал Кирискінің тағдыры қай жұлдызға аманат болып тапсырыларын жан баласы білмесе керек. Оны тек шаман мен жебеуші жұлдыз ғана біледі. Ал аспанда не көп? Жұлдыз көп. Әлбетте, сол тойда жұрттың бәрінен де қатты қуанып, бәрінен де асыра ән салып, би билейтін Кирискінің анасы мен қарындасы ғой. Ал Эмрайин шаршы топтың ішінде Кирискінің әкесі деп жарияланады. Бұған ол қуанып, масаттанар әрине. Ал әзірге ол Кирискінің әкесі бола тұра, әке аталуға құқы жоқ. Теңіз бетінде әке де, бала да болмайды. Теңіз үстінде адамдардың бәрі бірдей. Тек көсем қартына ғана бағынады. Көсем қалай айтты, солай болмақ. Әке бала ісіне араласпайды. Бала әкесіне шағым айта алмайды. Әулет салты сол. Бәлки сол тойда Музлук атты қыз да қатты қуанар. Кириск бала күнінде Музлукпен бірге ойнаушы еді. Енді ол ойын сиреді. Бұдан бұлай мүлде тыйылар. Аңшыға ойын бұйырмаған. Толқындардан жеңіл қалқып өтіп, қайық әзір жүрдек келеді. Тарғыл төбет қойнауы әлде қашан артта қалды. Аңшылар сопақ мүйісті жанай өтіп, ашық теңіз айдынына шыққанда, теңіздегі толқын қойнаудағыдан күшті емес екенін аңғарды. Толқындар бір деңгейде, бір ырғақта шалқиды. Мұндай бір мінез толқында жылдам жүзесің. Бәйтеректің діңгегінен шабылған қайық қалтқысыз қаздаң жүзіп барады. Рөлге бас білгі қайық тұмсық толқынға да, қаптал толқынға да сыр бермей, нықсырғиды. Сонау бір сөніп қалған қорқорын сора түсіп, орган қарт қайықтың нық жүрісіне сүйсініп, суық суға жартылай батып, қайқаңдап жүзіп бара жатқан қайық емес, дәл өзінде сезініп, рахаттанып отыр. Топшы темірдің бір сарынды сылдыры мен ескектердің бір қалыпты қимылына сай,
теңіз айдынын қақ жарып бара жатқан органның дәл өзі сияқты бейне бір қарсы толқындардың серпінінен сәл шайқалып, су дөңбектерін өз кеудесімен қақыратып келе жатқандай сезімде қазір. Өзі қайық болып кеткендей, осы бір сезім оны тосын ойға қалдырды. Қайыққа ол дән риза. Бұл қайықты ол өзі жонып, өзі соққан. Бәйтеректі жұрт жабылып құлатты. Бірлі-екілі адам оны құлата алмас еді. Арғы жағын орган жалғыз өзі жайғастырды. Теректі 3 жаз бойы қақтап, құрғатып баптады. Ғұмырының ішінде орган талай қайық шапқан. Ал мынау соның бәрінен ерен соғылатынына әу бастан ақ көзі жетті. Осыны ойлауы мұң екен, көңіліне қаяу түскендей де болды. Бұл оның ең соңғы соққан қайғы болып жүрмесе, нетсін? Дағы біраз тірі жүрсем дейді. Тағы біраз теңіз кезіп, аң аласам ау дейді. Әл қуат барда, көздің нұры таймай тұрғанда енді ең болмаса 2 қайық жасап кетсем дейді. Ол осыны ойлап қайықпен іштей сырласып келеді. Сен ұнайсың маған, саған сенем, бауырым, дейді ол қайыққа. Сен теңіз тілін ұғасың, толқындардың мінезін білесің, сенің құдіретің де осыдан. Сен мен соққан қайықтардың ішіндегі ең еренісің. Ені мен тұрқы келіскен ересен қайықсың сен. Саған үлкен нер бада сыйып кете береді. Сен ақжолтайсың әрдайым. Соның үшін қымбаттысың сен. Үстіңе ауыр жүк тиеп, жағаға қайтқанда ернеуіңмен су сызып, қиналып келе жатқаныңда саған біздің жанымыз ашиды. Сонда халық жағаға жапырыла жүгіріп шығып, сені қарсы алады, бауырым, қайық. Егер мен өле кетсем, сен жасай бер, аңы көп жерлермен алысқа жүз. Егер мен өле кетсем, тепсе темір үзер жас аңшылармен бірге теңіз кеше бер, бауырым. Егер мен өле кетсем, тірімде маған қалай қызмет етсең, жастарға да солай қызмет қыл. Әне, қазір сенің тұмсығыңда анау балақай отыр. Теңіз емес, құрлық болса, дәл қазір аң біткенді жалғыз өзі жайратардай тықыршып отырғанын көрдің бе? Әне, сол балақай саған мініп, алыс жақын теңіз бетін шарлайтын күн туғай. Бүгін ол бізбен бірге теңізге тұңғыш рет аттанды. Бұл қажет, машықтана берсін. Бұл жалғаннан біз кетеміз, ал оның болашағы әл алда. Эмрайын әкесіне тартса, дұрыс адам болғаны. Онда бос күбідей күңгірлік болмас. Қазіргі ересектердің ішінде Эмрайыннен мықты аңшы жоқ ау сірә. Қажырлы, іскер жігіт. Бір кезде мен де сондай едім, күшті едім. Әйел заты мені ұнатушы еді. Ал мен болсам, өмір сол қалпында тұра береді деп жүріппін ғой. Бәрі өткінші екенін кейін барып бірақ білесің. Бұл жай жастардың қаперіне де кіріп шықпайды. Мына Эмрайын мен Мылгун де өмір пәни екенін әзір ойлап жатқан жоқ. Мейлі де, әлі біле жатар. Тәйірі. Ескекті екеуі де еңірете еседақ. Обалы не керек? Біріне бірі сай. Екеуі де өгіз қара күші бар сенімді жігіттер. Солардың күші ғой, қайықтың өзінен өзі сырғанап бара жатқандай болуы. Қайдан болсын? Теңізде тек қол күшімен жүресің. Әлі жол ұзақ, есе беру керек. Бүгін ғой күн батып, қараңғы түскенше үш емшекке жетіп жығылғанша жүземіз. Ал ертең күні бойы кері қайтамыз. Таң атқаннан күні бойы жылжимыз. Мен де қарап отырмай, екеуіне кезек-кезек көмектесемін ғой. Әй, бірақ ескекпен күллі теңіз суын сапырып шығу да оңай шаруа емес ау. Ал олжалы қайтсақ,
той думан тұралда. Сен естимісің? Сен ұқтың ба мені, қайық бауырым? Сен бізді үшемшек аралына, аң аулау нағыз қызатын жерге алып барасың. Біздің келе жатқан шаруамыз да сол. Аралдың жағалауындағы жай қуатта біз нерпаларға тап боламыз. Төлдейтін кезі таяп қалғандықтан қазір олар үйір-үйір болып аралдарға тоқайласа бастады. Сен түсінемісің мені, қайық бауырым? Сен әлбетте мені түсінесің ғой. Сен әлі теңізге түспей тұрғанда-ақ, әлі алып бәйтеректің өзегінде жатқан кезінде-ақ, мен сенімен сөйлесе бастап едім-ау. Мен сені ұлы бәйтеректің өзегінен суырып алып едім. Енді міне, жүзіп келеміз. Ал енді бұл дүниеден мен көшкенде мені ұмытпа, бауырым. Теңізге шыққан шақтарыңда мені есіңе ал. Жағалауда қалған басты белгі Тарғыл төбет шоқысын мәреге санап, ашық теңізге тура тартып келе жатып, орган қазір осындай бір ойға кетті. Осы шоқы жартастың бір ғажап сыры бар. Оны теңізге шыққандардың бәрі айтады. Күн ашықта теңізшілер жағадан ұзаған сайын Тарғыл төбет аспандап, асқақтап бара жатқандай болады. Жолаушыдан қалғысы келмегендей соңыңнан ілесіп келе жатқандай көрінеді. Қай тұстан қарама, Тарғыл төбет көрініп тұрады. Жағадан алыстай берген сайын әлгі жартас жан ашыр жолдасыңдай қия алмай ұзақ қарайды да, айдын судың енді бір бұрымында бұлаң етіп көзден тасаланады. Ал ендеше Тарғыл төбет үйге қайтты. Демек, жер жарықтық алыста қалды деген сөз. Әне сонда Тарғыл төбеттің қай тұста қалғанын, желдің қай жақтан соғып тұрғанын, күн жартастың қай жағынан түсіп тұрғанын, ауа райы ашық болса, шарбы бұлттың шамасын әбден байқап қал. Аралға жете жеткенше Тарғыл төбет қалған тұсты жадыңнан шығарма. Бұл саған теңіз әлемінде адасып кетпес үшін керек. Қайықшылар бір күншілік жолы бар аралдарға бет алып кетеді. Бұл өзі шексіз судың ішінен қылтиып шығып тұрған емшектей үш қия жартас. Ел жұрты жоқ, тоқымдай үш жапырақ құрлық еді. Оларды жұрт үш емшек деп атап кеткен. Үлкен, орта, кіші аралдар. Ал олардан ары жүзгің келсе, жол жарықтық сені аты жоқ, жөні жоқ, шегі жоқ, шеті жоқ. Ұлы мұхит, ұлан байтақ су әлеміне алып барар. Дүние әлем жаралғалы бері Лувр үйрек жұмыртқалайтын титтей бір қарайған тірек таба алмай, қаңғырғаннан бері жайқалып, өзін өзі тудырып, өзінен өзі өніп жатқан ұлы мұхит дүниесі. Әне, сол теңіз бен мұхит алқына қауышып жатқан шептен осы аралдарды мына көктем күндерінде нерпалар мекендейді. Мына сапар сыры сонда жатыр еді. Балақай қайран қалды. Теңіз ол ойлағаннан мүлде басқаша екен. Тарғыл төбет жартасының қияларында ойнап жүргенде де, ойнау қолтық суда қайықпен жүзгенде де, теңіз мұндай деп мүлде ойламаған еді. Қайық ойнаудан шығып ашық теңізге бет алғанда барып, бала теңіздің не екенін ерекше сезінгендей болды. Аспанмен астасып, көзде, көңілде жеткісіз, қиырсыз әлемді тұтас тұтып жатқан судың бәрі теңіз екенін аңдағанда баланың есі шыға жаздады. Кереск мұндай топан су болар деп ойламаған. Айнала тек сынаптай сырғанақ, қорғасындай зілді су, айнала тек лезде туып, қас қағым сәтте қайтадан өліп жатқан толқындар.
Айнала тек түнерген түпсіз тереңдік. Айнала тек көз жетіп, қол жетпес ұшпа ақ бұлт тұтқан көгілдір аспан. Бар әлем осы ғана. Су мен аспан. Басқа қылаудай белгі жоқ. Қысы жоқ, жазы жоқ, қырқасы жоқ, сайы жоқ, телегей теңіз. Дүниенің о шеті мен бұл шетін алып жатқан асау су. Толқындарды бұрынғыша сүзгілеп, қайық жүзіп келеді. Алдағы аң аулау сәтін асыға күткен баланың да ажары ашық, көңілі жарқын. Сол бір аң аулау сәтіне есіл дерті кеткен балақай әйткенмен қазір айнала төңіректі, дүлей суды көңілімен емес, көзімен шолып, шадыман қалыпта шала шарпы түйсініп отыр. Әйтпесе, ол қазір күн сәулесімен ойнаған сансыз су зерінің неше алуан өрнегін, теңіз түсі сол сәуленің әсерінен кейде жап-жасыл, кейде қара қошқыл тартып, сан алуан құлпырып жатқанын аңғарар еді. Сонда ол қайық қасына қаңғалақтап келіп қалған балықтарды көріп алақайлап қуанар еді. Әлгі аңқау бүкір балықтар қайыққа тұмсығын соғып алған соң, тым-тырақай қаша жөнелудің орнына үйір-үйірімен үйме-жеме болып, қайықтың қабырғасына тығылып, судан шоршып шығып, ауаға біраз ілініп қалып, қайтадан суға жонарқасымен құлағанын көріп бала мәз-мейрам болып күлер еді. Бірақ мұның бәрін бала көзіне аса іле қоймады. Оның есіл дерті тезірек аралдарға жету еді. Нағыз аң аулау сәті соққанша балада тағат жоқ. Әйтсе де сәлден кейін бала көңілі қараптан қарап отырып, өзінен өзі бұзылды. Бірақ ол сыр берген жоқ. Құрлықтан ұзай түскен сайын әсіресе бір бүкір бел толқынның тасасынан кенет тарғыл төбет көзден ғайып болғанда барып, бала теңізден бір қыламық қатер сезгендей болды. Ұлы топан судың қасында өзі құмның құйыршығындай майда, құрдым дәрменсіз, құрдым қорғансыз екенін түйсініп, теңізге өзінің шексіз тәуелді екенін аңдағандай еді. Бала үшін мұның бәрі тосын. Сонда барып ол тарғыл төбеттің қаншама қадірлі екенін сезген еді. Тарғыл төбеттің баурайында шапқылап ойнақ салып жүргенде мұны тіпті ойламапты ғой. Оның төбесіне шығып алып қарағанда теңізде мүлде қауіпсіз еді. Өз мекенінде тұрғанда тарғыл төбеттің қаншалықты алпауыт, әм қайырымды, қаншалықты асқақ әм құдіретті қамал екенін Кириск енді түсінді. Енді ол құрлық пен теңіздің айырмашылығын да түсінді. Жер басып жүргенде жерді ойламайсың. Ал теңіз үстінде нені ойлама? Бәрібір көкейіңде теңіз тұрады. Бұл бала үшін үлкен жаңалық еді. Ол осыны ойлап секемденіп қалды. Теңіз үстінде теңіздің көкейден кетпейтінінде нендей бір сиқырлы, сұрапыл, дүлей сыр жатқан сияқты. Ал бірақ ересектер сабырлы. Эмрайын мен Мылгун бұрынғысынша бір адамдай қосылып, бір сарынмен ескек сермеп отыр. 4 ескек су бетінде бір мезгілде тиіп, қайыққа қуат күш беріп келеді. Бірақ ескек есу ойыншық емес, толассыз қимыл. Ескекшілер теріс қарап отырғандықтан, Кириск олардың бетін көре алмайды. Оның есесіне олардың бұлшық еті ойнаған жауырындарын көреді. Өздері сирек сөйлейді. Рас, әкесі Эмрайын анда-санда артына бір бұрылып, күлімсіреп қарап баласына «Халің қалай?» дегендей болады. Жол ұзай берді. Ересектер сабырлы, саспайды. Ал орган қарт болса мүлде қыңбай,
сол бір қорқорын сорып қойып, қайықтың жүрісін басқарып отыр. Әрқайсысы өз жұмысын атқарып жүзіп келеді. Рас, Кириск бірде Мылгунмен, бірде әкесімен қосылып бірер рет ескек есті. Ескекшілер мейлі есіп көрсін дегендей бала тілегіне қарсы болған жоқ. Бала жалғыз ескекті қос қолдап ақ жұқлағанмен көпке шыдай алмайды. Қайық аса ауыр, ескек те ол үшін ересен үлкен еді. Бірақ ешкім балаға кінә да артқан жоқ. Әлсізсің-ау деп есіркеген де жоқ. Тек әйтеуір үнсіз қимыл. Рас, тарғыл төбет кенет көзден таса болғанда, әлде қалай бәрі бірден қауқылдасып қалды. Тарғыл төбет үйге қайтты, деді Эмрайин. Я, қайтып кетті, деп қостады Мылгун. Апырай, қайтып кеткен екен ғой, деп Орган қартта бұрылып қарады. Онда шаруа жаман болмас. Әй, Кириск, деді балаға қулана қарап. Айқайлап шақырып көрсең қайтеді. Мүмкін тарғыл төбет қайтып оралар. Бәрі күліп жіберді. Кириск те күлді. Сәл ойланып отырып, онда кері қайтайық. Тарғыл төбет сонда келеді, деді дауыстап тұрып. Қарай көр мұның тезі қайтқышын, деді Орган оспақтап. Жо, онан да бері таман кел, шаруа бар. Теңізге қарай-қарай көзің талған шығар. Ол шіркінді қарап тауыса алмайсың. Кириск тұмсықтағы орнынан тұрып, қайықтың түбінде жатқан заттарды, бұғы терісіне ораған 2 винчестер, гарпун, орама арқан, су бар кеспек, азық түлік салған қапшық, тағы бірдеңелерден аттап өтіп, қайықтың құйрық жағына жылжыды. Қайықтың қабырғасына сығыса, ескекшілердің тұсынан, ескектерден аттап өтіп бара жатып, ересектердің қара тер жуған мойны мен жотасынан шыққан ащы тер мен темекінің иісін сезді. Әкесі теңізге аттанып кеткенде, шешесі оның ескі тері тонын алып, бетіне басып, иіскеп отырар еді. Сонда тоннан дәл осындай ащы тер иісі шығатын. Тұсынан өтіп бара жатқанда әкесі баласына иек қағып, иығымен жай ғана бүйірінен итеріп қалды. 2 қолы ескектерден бос емес. Бірақ Кириск әкесінің абайсыз еркелеткен қылығына елжірей қалған жоқ. Қарай көргел келетуін. Теңізде үлкен кіші жоқ. Теңізде сен әкесің, сен баласысың деп жатпайды. Теңізде тек басшы ақсақал ғана бар. Оның ықтиярынсыз басы артық қимыл болмақ емес. Кел, жайғасып отыр, деді Орган орын көрсетіп шодырайған ұп-ұзын қолын баланың иығына тигізіп. Сен осы аздап қорықтың-ау деймін. Дегенде мықтақ сияқты едің. Соңынан Кириск қысылып қалды. Орган шал бәрін байқап отыр екен ғой. Бірақ бала бой бермей. Жоқ, Аткычх, түкте қорыққан жоқпын. Неден қорқамын? Деп бебеу қақты. Әйтсе де теңізге бірінші рет шығуың ғой. Бірінші рет болса қайтейін, деп бала дес бермеді. Мендегі ештеңеден де қорықпаймын. Мейлі, сол аяқ болсын. Ал мен баяғыда теңізге алғаш рет шыққанымда, шынымды айтсам, тәуір-ақ қорқып едім. Қарасам, жаға мүлде көрінбейді. Тарғыл төбет те қайда кеткені белгісіз, ғайып болыпты. Айнала тек толқындар тулайды. Ой, сонда үйге қайтқым келген-ай. Жә, ана Эмрайин мен Мылгуннен сұрашы. Олар қорықпады дейсің бе? Ана екеуі рас дегендей бастарын шұлғып ескектермен арпалыста ыржия күлісіп қойды. Ал мен қорықпаймын, деп қасарысты Кириск. Ой, онда азамат екенсің, деп қарт оны құптап қойды. Ал енді сен маған мынаны айтшы, тарғыл төбет қай жағымызда қалды?
Тұтқиыл сауалдан Кириск ойланып қалды да қолын созып, ана жақта, деді. Қателескен жоқсың ба? Қолың қалтырайды ғой өзі. Бала қолын қалтыратпауға тырысып, сәл-сәл оңға бұрып, ана жақта, деді. Мұның дұрыс, деп құптады Орган. Ал айталық қайықтың тұмсығы былай қарап тұр делік. Сонда тарғыл төбет қай жақта қалады? Ана жақта. Айталық жел бізді былай бұрып жіберсе ше? Ана жақта. Айталық солға қарай жүрсекші? Ана жақта. Дұрыс-ақ делік. Ал бірақ айнала су, көз тоқтатар дәнеңе жоқ. Сонда мұның бәрін сен қайдан білесің? Деп қоймады Орган. Айтшы, кәне. Менің тағы да көзім бар емес пе? Деп Кириск сасар емес. Ол қандай өз тағы да? Қандайын білмеймін. Әйтеуір ішімде сияқты, көрмей-ақ көретін сияқты. Ішімде дейсің бе? Бәрі күлісіп алды. Оның да жөн, деді Орган. Ондай көз болады. Тек ішіңде емес, басыңда. Ал мен ішімде деймін. Деп берсер емес Кириск. Ондай сезім көзінің іште емес. Баста мида болатын енді түсіне тұрса да. Біраздан соң шал Кирискіні тағы да сынаққа алды. Ақыры баланың теңіздің төрт бұрышын тани білетін қабілетіне көзі жетіп, көңілі толып, жарайсың, ішіңдегі көзің жаман емес екен, деп күбірлеп қойды. Бұл мақтаудан көңілі өсіп қалған Кириск енді өзіне өзі сұрақ қойып, жауап айтып жаттыға бастады. Әл әзір теңіз сәл-сәл тынышта жан жағыңды пайымдау аса қиынды емес. Асқақта ұлы тарғыл төбет оймен шақырғанда, оп-оңай ішкі көзге елестеп, бала іздеген тұстан лезде табыла кетеді. Баурайындағы бұйра-бұйра орманы, құлағы мен бөксесінде жатқан ақ таңда қары жартасына толассыз шапшып арсылдап жататын дүлей толқындары, бәрі баланың көз алдында. Тарғыл төбет көзіне елестегенде, бала оның айналасындағы қырат қырқаларды да көрмей тұра алмады. Енді еріксіз өз үй үшін іздей бастады. Жағалаудағы қырқалардың ортасындағы алаңқай алқап, сондағы орманның пұшпағы, өзен жағасындағы ата қоныс ағаш үйлер, сарайлар, иттер, тауықтар, балық жайып қоятын аспа таяқтар, шуда түтін, шаң-шұң дауыс, солардың арасында шешесі мен қарындасы бәрі көңіл айнасынан көрініп тұр. Шешесі мен қарындасы қазір не істеп отырғанына дейін анық көрінеді. Шешесі әрине Кирискіні, күйеуін, теңізге шыққан аңшылардың бәрін ойлап уайымдап отыр. Иә, дәл қазір оларды ойлап отырғаны ақиқат. Ойлауын ойлайды да, менің нені уайымдап отырғанымды жын пері біліп қойдау деп, артынан қорқып қалады. Кирискіні еске алар тағы бір адам сірә Мұзлук болар. Мұзлук сірә Псулукпен ойнаған болып мұның үйіне келгенде шығар. Мұзлук сонда абайламай теңізге жүрген Кириск туралы бірдеңе деп қалса, шешесі оны сөгіп тастайды-ау сірә. Шешесі: не деп сандалып тұрсың сен қыз? Кирискінің орманға отын алып кеткенін білмеуші ме едің? Деп сөгер-ау. Қыз оны сонда барып түсініп ұялғаннан үндемей қалар. Солай ойлауақ мұң екен. Кириск Мұзлукты аяп кетті. Өзі туралы Мұзлуктың ойлағанын Кириск ұнатады-ақ. Бірақ соған бола шешесінен сөгіс естіп қалатынын қаламас. Ал қайық болса бұрынғыша толқындардан қалқып өтіп, жүзіп барады. Айнала сол бір жыбырлап жалт-жұлт еткен таудай толқын, ақжал теңіз. Нифхлер түс ауа ең ары кеткенде кешке дейін үшемшек аралдарының ең жақыны кішемшекке жетіп жығылып, сәті түссе аң аулауды сол жерден бастамақ мақсаты бар. Содан жарық барда екінші арал орта емшекке жетіп, сонда түнеп шықпақшы. Орта емшектің бір артықшылығы жағасында қайық қоятын тып-тыныш қойнауы бар. Таң ата тағы да теңізге шығар. Бүгін кеште жол болып бірден 3 нерпі атып алса,
таң азаннан аялдамай кері қайтпақ. Қалайда ертең сәске түске дейін кері жолға шығу керек. Теңізде жолдың ерте басталғаны абзал. Мұның бәрін Орган қарт күн ілгері ойластырып қойған. Оның жәрдемшілері Әмрайын мен Малгун болса, үшемшекке олардың бұл бірінші келуі емес. Істің мән жайын олар жақсы білет. Күн райы бұзылмай тұрса, жай қуаттан аңды дер кезінде атып алса болғаны. Ең бастысы осы. Басқасы өзінен өзі біте жататын жайдақ шаруа. Орган қартты теңізге бұл жолы алып шыққан тек мұқтаждық қана емес. Несібеңді теңізден теріп жүрген соң амал жоқ. Бірақ бұл жолы оның теңізге аңсар ауды. Теңіз қиырында қартың құштар ойлар құшағында тербетілер еді. Оның да өзінің бір аяулы асыл ойлары бар. Құрлықта күйбең тіршілікпен жүргенде уақытың бола бермейді деп, теңізге шыққанда әлгі бір сағынышты, саздай сабас сырлардың әлдейіне алаңсыз берілетін сәттер туады. Айдың аясында ол өзін теңіз бен тәңірінің туысындай сезінер еді. Қиырсыз құдіретпен бетпе-бет отырғанда қалтылдақ қайық үстіндегі адам дәрменсіз бейшара екенін ол жақсы білет. Бірақ адам ой дүниесі ғой. Әне, содан соң ол теңіз бен тәңірінің ұлылығына пара-пар. Әне, содан да ол мәңгілік зіл зұлматпен айқасқа түсіп, әлемнің асқақтығы мен тереңдігіне тең дәрежеде тұра алмақ. Әне, содан да кеудесінде жаны барда адам баласы рухы теңіздей терең, аспан тәңірідей шексіз, өйткені оның ақыл ойында шек жоқ. Ал адам көзі жұмыла кетсе, оның ойын келесі біреу жалғап әкетпек. Одан тағы келер ұрпақ ұласар. Солай-солай кете бермек. Осы ащы ақиқатқа көзі жеткен қарттың жаны жай тапқандай болды. Ажалдың ақиқат екенін, енді кәрі қойдың жасындай ғұмыры қалғанын, өлім шіркін ақырғы меже екенін қарт түсінеді ақ. Әйтсе де ол балық әйел туралы өзі көретін қасиетті түс өлгеннен соң да әлде қалай созыла берер деп үміттенеді. Келер ұрпаққа мұраға бәрін қалдыруға болады. Ал түсіңді қайтып қалдырарсың. Түс мұралыққа жатпайды. Ендеше өлгеннен кейін де ол өзіммен бірге болады деп ойлады. Түс мәңгі бақи жоғалып кетуі мүмкін емес. Балы ғана мәңгілік. Ендеше ол туралы түс те мәңгілік болса керек. Теңіз үстінде қартқа бұл ой жиі оралады. Осыны ойлап ол жолдастарымен сөйлеспей, көпке дейін сазарып үнсіз отырады. Су бетіне тесіле қарап отырып, ол әлдекімге жалбарынғандай жалғыз арыз айтады. Балық әйел жөніндегі түсімнен айыра көрме деп тілейді. О дүниеге тым болмаса түсті бірге ала кетуге болмас па? Түсі өзімен мәңгі бақи бірге болса қайтеді? Бұған ол нақты жауап таппай, түсім өзімен бірге қалар-ау деп сенгісі келіп, қинала көп ойлайды. Ертеде Тарғыл төбет тауының жанында ағайынды 3 адам өмір сүріпті. Үлкені Қағылез, ылдым-жылдым екен. Бұғы адамның қызына үйленіпті де, бұғы табынының қожасы болып, тундра жаққа көшіп кете барыпты. Кенжесі іс-кескіш, сұрмерген екен. Орман адамының қызына үйленіп, аңшылықты кәсіп етіп, тайгаға ол да кетеді. Ал ортаншысы жолы ауыр, туасы ақсақ, кембағал екен. Ерте тұрып кеш жатса да бүйірі томпаймас. Бұғының соңынан жүре алмайды, орманнан аңда аулай алмайды. Ешкім оған қызын да бермейді.
Ағасы мен інісі оны тастап, өз жөндерімен кетті. Көкше теңіз жағасында ақсақ шіркін жападан жалғыз қалып, балық аулап күн көреді. Балық аулап, қай бір жарсын. Бір күні ақсақ байғұс қайықтың үстінде теңізге қармақ қоя беріпті. Құдай беріп қалды деп қуанып кетеді. Қармақтың жібін бірте-бірте тартып, қайыққа жақындата береді. Қараса, о ғажап, балық бейнесіндегі әйел әлгі. Суды сабалап, қармақты үзіп кетпекші болып жанталасады. Қараса, болмай кеткен сұлу, денесі күмістей аппақ, айлы түнде су түбінде жатқан малта тастай жалт-жұлт етеді. Кеудесінде қос алмасы серіппелі доптай дір-дір етеді. Жасыл түсті жанарынан ұшқын шашырайды. Ақсақ балықшы балық әйелді судан шығарып көтеріп ала бергенде, әйел шіркін оны мойнынан құшақтай береді де, екеуі қайықтың ішіне ұмар-жұмар құлай кетеді. Ақсақ байғұс мұндай ағыл-тегіл бақыттан есі шыға жаздайды. Не болғанын өзі де білмейді. Қайық аспанға дейін секірген сияқты. Теңіз аспанға дейін толқып, аспан теңізге аунап түскендей бір заман. Судан соң дауылдан кейінгі теңіздей бәрі сап бола қалады. Әне, сонда әлгі балық әйел қайықтан секіріп түсіп, тереңге жүзіп кете барады. Ақсақ байғұс енді есін жиып тұра ұмтылып, жалынып жалбарынып, қайт деп зарлайды. Бірақ балық әйел бір тіл қатпай тұңғиыққа сүңгіп жоқ болады. Теңіз жағасында жападан жалғыз қалған ақсақ балықшының басынан осындай бір ахуал өтті. Балық әйел сол кеткеннен қайтып көрінбеді. Ал балықшы байғұс сағыныштан сарғайып, мүлдем азып кетті. Сол бір кезден бастап балықшы байғұс күндіз-түні теңіз жағалап, көзінің жасы көл болып, әлгі балық әйелді жалбарына шақырып, тым болмаса алыстан бір көрінші деп зар илейді. Толқынға қарай жүріп, қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел, деп жырлайды. Толқын қайтқанда, қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел, деп жырлайды. Айлы түні су жағалап, теңіз менің қасіретім, сулар менің көз жасым, қара жер менің қу басым, деп жырлайды. Қараңғы түнде ұйқы көрмей, қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел, деп күңіренеді. Толқын соққанда да, толқын қайтқанда да жырлайды. Сөйтіп жүргенде қыс көшіп, іле-шала көктемде өте шығып, жаз келгенде бір күні ақсақ балықшы тізеден толқын кешіп, кенет бір жерден балық әйел көрініп қалмас пекен деп, бір жерден үн қатпас пекен деп, оны айқайлап шақырып, теңіз жағалап шойнаңдап келе жатқан. Кенет теңіздегі қайраңнан баланың жылаған даусы естілгендей болады. Иә, бір нәресте ішегі үзіле үздіксіз жылағандай көрінеді. Ақсақ балықшы әлгі дауыс шыққан жаққа жүгіре жөнеліп еді, өз көзіне өзі сенерін де, сенбесін де білмейді. Дәл судың кемерінде қайраңда жап-жалаңаш бір нәресте отыр. Оқтын-оқтын толқындар оның үстін шайып өтіп, арс-арс етеді. Ал сәби болса, кім менің әкем, әкем қайда менің, деп айқайлап жылай береді. Ақсақ балықшы бұрынғыдан бетер есі кетіп, не істерін білмей сасады. Сәби оны көріп қалып, сен менің әкем, көтеріп ал мені, мен сенің ұлыңмын, дейді. Міне, қызық тамаша. Балықшы ұлын алып үйіне қайтады. Бала тез ер жетіп теңіз кезе бастайды. Жау жүрек, шымыр, ақжолтай аңшы болып өседі. Ау салса балыққа лезде толып қалады. Садақ тартса, атқан оғы теңіздегі аңды толайым жайратып өтеді. Баланың даңқы шартарапқа жайылып, орман, тауларды кезіп кетеді. Орман адамдары оны қатты құрметсеп, бір қызын ұзатады. Одан бала шаға туып өніп, балық әйелдің тұқымынан тараған адамдар әулеті көбейе береді. Әне, сол себепті де жиын той мерекеде ылғи да мына өлең айтылар. Қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел,
сенің ыстық құрсағыңда тіршілік. Сенің ыстық құрсағыңнан біз тудық. Сенің ыстық құрсағындай жаннат жоқ. Қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Әппақ мамаң нерпа балық басындай, ақ мамаңның сүтін емдім жасымда. Қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Ең ер жүрек еркек саған жетер-ау, құрсағыңа ұрық сеуіп кетер-ау. Жер бетінде ұрпақтарың көбейер, қайда жүзіп жүрсің сен, балық әйел? Жалғасы бар. Дыбыстаған Альмира Бауыржанқызы.